16 ғасыр бұл Еуропада патшалар билік құрған және папалық билік абсолютті және күмәнсіз болған уақыт болды. Дүниетанымның өзгеруі, қайта өрлеу дәуірінің жаңа географиялық және ғылыми жаңалықтары құдіретті католиктік шіркеуінің ұстанымына нұқсан келтіріп, оның іліміне күмән келтірді. Мартин Лютер, неміс ойшылы және қоғам қайраткері, протестантизмнің негізін салушы, Библияны неміс тіліне аударушы. Мартин Лютер 1483 жылы Айслебен қаласында дүниеге келген. Ол католиктік христиан дінінің қатаң ережелерінде тәрбиеленді. 14 жасында Мартин Марбургте францискандық мектепте оқыды. 18 жасында Эрфурттағы университетке түсті. 1505 жылы 22 жасында Мартин жалпы білімін аяқтап, бакалавр дәрежесін алып, заңгер ретінде жұмысқа кірісуге дайын болды. Осы кезде оның өмірі күрт өзгереді. Өзінің естеліктері бойынша 1505 жылы 2 шілдеде ол Эрфурт маңындағы жолда жалғыз келе жатқанында күтпеген жерден күн күркіреп қорқынышты найзағай соғады. Мартин найзағайдан қатты қорқып, "О, әулие Анна, маған көмектес, мен монах боламын" деп уәде береді. Найзағай аяқталып, Мартин аман қалады. Діндар адам ретінде ол әулиеге берген уәдесі бойынша 2 аптадан кейін әкесінің еркіне қайшы келіп, Эрфурттағы Августин монастырына монах ретінде кетеді. 1507 жылы ол діни қызметкер болды, ал 1512 жылы ол теология докторы дәрежесін алды. Ұзақ уақыт бойы Лютер Виттенберг университетінде сабақ берді. Оның лекциялары студенттер арасында танымал болды. 1517 жылы 18 қазанда Рим папасы 10-шы Лео әулие Петр соборының құрылысына қаражат жинау үшін индульгенцияларды сату туралы булла шығарды. Көп ұзамай Виттенбергке Иоганн Тецель деген монах келіп, индульгенция сатуға кіріседі. Мартин Лютер шіркеудің индульгенцияны сатуы дұрыс емес деп танып, халықты индульгенцияны сатып алмауға шақырады. мың 1517 жылы 31 қазанда Лютер шіркеу есігіне индульгенцияларға және шіркеудің әрекетіне қарсы өзінің 95 тезисін қадады. Бұдан кейін оның идеялары халыққа таралады. Мартин Лютер өзінің тезистерінде индульгенция саудасын айыптады. Шіркеу адам мен Құдай арасында делдал бола алмайды деп жариялады. Римге ақша жібермеуді ұсынды және Рим папасына қарсы күресуге шақырды. Шіркеу папасыз да жасай алады. Осылайша Мартин Лютер католик шіркеуіне қарсы шыға отырып, реформациялық қозғалысты бастады. Реформация католик шіркеуін реформалауға, яғни өзгертуге бағытталған 16-17 ғасырдың басындағы батыс және орталық Еуропадағы кең діни және қоғамдық саяси қозғалыс. Рим папасы Мартин Лютерді күпір деп айыптайды және оны қарғысқа ұшыратады. Папа Лютерге оның шіркеуден алыстатылатыны жөнінде хат жібереді. Халық арасында Лютерді қолдаушылар көбейе түседі және бұл жағдай Лютерге күш-жігер береді. Жігерленген Лютер папаның шіркеуден алыстату туралы хатын өртеп жібереді. Қасиетті Рим империясының императоры 5-ші Карл Лютерді Вормстағы князьдердің съезіне шақырады. Лютер өзіне тұнған қауіпті түсінсе де съезге барады. Кездесу барысында 5-ші Карл бірнеше рет Лютерге өз ілімінен бас тартуды ұсынды. Бірақ Лютер "мен осыны ұстанамын және басқаша істей алмаймын" деп жауап қатады. Бір айдан соң император Вормс жарлығын шығарады. Онда Мартин Лютер мен оның ізбасарлары күпір деп жарияланды. Қудалаудан қашқан Лютер Саксон князі Фредериктің сарайында жасырылып паналайды. Осында қарапайым неміс халқы қасиетті кітапты түсінсін деп ол Библияны неміс тіліне аударады. Мартин Лютердің идеялар халық арасында кең тарала бастайды және қала тұрғындары, шаруалар, князьдер оны қолдайды. Мартин Лютер күнәларды ақшамен кешіруді айыптады. Лютер әрбір діндардың жан дүниесінде Құдайдың үні бар. Бұл адамның өз ар-ожданы, моральды қағидалары деп үйретті. Осы ішкі дауысты тыңдай отырып, адам өзі шешім қабылдайды, әрекет жасайды және олар үшін жауапкершілік алады. Лютердің пікірінше, адам тек сеніммен ғана құтқарылады. Иман тек Құдайдың рахымымен ғана болады және адамның ешбір еңбегіне тәуелді емес. Сенім мәселесінде жалғыз билік Библия.
Діни қызметкерлер Библияны түсіндіруі керек. Монахтықтың қажеті жоқ. Шіркеу жерлерге иелік етпеу керек. Шіркеу рәсімдерінің құнын төмендету керек. Шіркеу папаға емес, зайырлы билеушілерге бағынуы керек. Ғибадат ана тілінде жүргізілуі керек. 1524-25 жылдары шаруалар көтерілісі болды. Көтерілістің негізгі себебі салықтардың көбеюі, феодалдың шаруаларға құқықтарының кеңеюі және реформациялық қозғалыс болды. Шаруаларды көтеріліске шабыттандырған Томас Мюнцер болды. Ол шаруалар мен қолөнершілер билікті өз қолдарына алса, олар әлемде Құдайдың жоспарына сәйкес келетін тәртіпті қалпына келтіре алады деп сенді. Ол өз ойларын 1524 жылы жарық көрген статиялық хатта баяндады. Бұл көтерілісшілердің алғашқы күрес бағдарламасы болды. Кейін осы статиялық хаттың негізінде көтерілістің жаңа 12 статья атты бағдарламасы құрылады. Мұнда көтерілісшілердің талаптары берілген. Шаруалар бұрыннан келе жатқан мәселелердің шешімін талап етті. Негізгі талаптар мынадай болды: діни қызметкерлерді өз бетінше тағайындау, алып тастау, десятинадан түсетін ақшаны кедейлерді қолдауға және жалпы қазынаға түсіру. Шаруалар тәуелділіктен құтылып, оларға салынатын айыппұлдар мен салықтарды шектеу. Көтерілісшілер қамалдарды жаппай тонап, феодалдарды өлтірді. Мартин Лютер болып жатқан жағдайда қатты сынға алды. Алайда оның қолынан ештеңе келмеді. Көтерілісшілердің әлсіз және нашар қаруланған жасақтары феодалдардың әскерлерінен жеңілді. Көтеріліс жеңіліспен аяқталады. Көтеріліс нәтижесі шаруалардың жағдайының нашарлауы болды. Олар үшін салықтар мен міндеткерліктер өсті. Бірақ бұл көтеріліс азаттық үшін күрескен халықтың алғашқы үні болды. Шаруалар көтерілісі жеңілгеннен кейін Германия екі лагерге бөлінді. Кейбір князьдер шаруалар қозғалысынан қорқып, оларды шіркеуді реформалау қозғалысының себебі деп санап, католицизмге адал болып қалды. Кейбір князьдер монастыр жерлерін басып ала бастады. Император 5 Карл монастыр мүлкін иемденуге тыйым салды. Лютердің жақтастары бұған протест, яғни қарсылық білдірді. Протестант сөзі осылай пайда болды. Германияда діни соғыстар басталды, яғни католиктер мен протестанттар арасындағы соғыстар. Олар әсіресе 16 ғасырдың 30-40 жылдарында жойқын болды. Бұл соғысқа император 5 Карл да кіріседі. Бірақ билігінен айырылу қаупі туындаған кезде ол Аугсбург діни бітімін жасауға мәжбүр болады. Аугсбург діни бітімі бойынша католицизм мен протестантизм тең деп танылды. Князьдер өз қол астындағы адамдардың қай дінге жататындығын шешу құқығын алды. Яғни князь қандай дінді ұстанса, адамдары да сол дінді ұстанатын болды. Кімнің жері, соның діні ұстанымы пайда болды. Пасторлар мемлекеттік қызметте болды. Шіркеудің рәсімдері арзандады. Яғни түрлі керемет сән салтанатты қызметтер жойылды. Осылайша Мартин Лютер бастаған реформация протестантизмнің пайда болуына келді. Германияның солтүстік және солтүстік шығыс жерлері, сондай-ақ орталық Германиядағы кейбір князьдіктер лютерандық протестантизмді қабылдады, ал оңтүстігі католиктік болып қалды. Бұл Германияның саяси бытыраңқылығын күшейтіп, ұлттық мемлекет құру процесін тежеді.